Адам өз өміріне жауапкершілік алмаса, ешқашан өзі өзгермейді. Қараңыздар, адам дүниеге келгенде осы таза қағаз, ақ қағаз беті сияқты тап-таза болады. Ешқандай байлығы, мансабы, лауазымы, мүмкіндіктері ештеңке жоқ. Тек қана өзінің ішкі жан дүниесі және де оның потенциалы бар. Содан кейін адам алғашқы қадам басқан сайын айналадағы адамдар, айналадағы орта әсер етеді. Біреу қолдап отырады, қолпаштап отырады. Екінші біреу оны қайта артқа тартады. Яғни, әй байқа құлайсың, әй анаған барма сүрінесің, әй бизнес ашпа, банкрот боласың деген сияқты осындай шектеулер қоя бастайды. Енді адам өз-өзіне, өзінің ішкі жан дүниесіне зейін қойса, назар аударса, және де өзінің тастай қатты тәртібіне бағынып, алға қойған мақсатына әрекет жасаса, сонда ғана нәтиже болады. Сонда ғана сенің ішкі дүниен өзгеріп, қатал тәртіпке бағынса, сыртқы дүние саған өзі бас иеді. Және де сыртқы айналан түгел өзгере бастайды. Сен өзінің мақсатына, өзінің алға қойған арманына жетесің. Сол үшін мына арадағы біздің шариғатымызда да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан ғой, ең үлкен жихад ол өз-өзімен күресу, өзінің нәпсіңмен күресу, өзінің нәпсіңді жеңе білу. Сол үшін біз өзгерісті сырттан емес, өзіміздің ішінен бастау керекпіз. Өзіміздің ішкі жан дүниемізді өзгерту керекпіз. Қатан тәртіпке бағынсаң ғана өзгеріс болады, нәтиже болады. Іске сәт, сау саламат. Осы видеоға лайк бас қойыңыз, коммент жаз қойыңыз, сақтап қойыңыз. Маған подписация етіп қойыңыз. Және де осы видеоны достарыңызға жіберіңіз.